Oldu mu? Jangan saya basın derdi. Kara gözüm жасаурап, қара қайғы болмады. Нарттай жүзім құбылып, жүрегім кетті дірілдеп, үн шығармай ішімнен оқи бердім күбірлеп. Хаттан нендей хабар бар, қояды төзбей шалқырап. Ұлың аман ақсақал, деді даусым қалтырап. Жалғыз өзім жүргенде қиялым болып серігім. Айтатындай бір сөзді күбірлейді ерінім. Анасы дана болса, баласы дара болады деген. Албыраған ананың жалбыраған баласын сағынып сарғайып күтуі. Бүгін менің оқитыным күндіз күлкіден қалған, түнде ұйқыдан қалған, күнін түнге уластырған, түнін күнге уластырған. Бұл өлеңнің аты да, бұл болған оқиға да жеңіс күнгі қасірет. Соғыс біткен тіктеп алып еңсені, құрбандыққа шалып жалғыз серкені. Жаңылана келінімен қоштасып, жолға шықты жеңіс күні ертесін. Ана көңіл бір жыл бойы алаңда, жалғыз ұлдан хабар болмай жарамда. Бұл келіні жаманатты жасырып, жеңіс күні күткен еді балаңда. Шым қалаға бет алыпты анамыз, бөлініп тұр қуанышқа қаламыз. Дәл сол мезет батыс жақтан екпіндеп, Ишолиннің келуінде қараңыз. Вокзал маңы азан-қазан мереке, жұрт көңілі ала төбе береке, вагондардан секіреді солдаттар, бәйгі тыңдай жетіп мәреге. Ана жүрек сезгендей бір күдікті, дүрсіл қағып өзінен үріпті. Поезд тоқтап шұбыраған жұрт соңынан сүйретіліп, вагон бойлап жүріпті. Телміреді жаңылана кемсеңдеп, о құдайым, тілеуімді берсең деп, арасынан кілең жайсаң жігіттің ұлымда түсіп жатқан көрсем деп. Сезім шіркін алдамапты ананы, ана емес пе табатында дананы. Бір жігітті алып түсті вагоннан, көтергендей құндақтаулы баланы. Шошыған жұрт аңтарылып жол берді, мұндай сұмдық болатынын кім көрді? Екі аяғы қарасаннан кесілген, отырып ап сабалайды ол жерді. Санитарлар қол арбаға таңыпты, айдап оны енді жолға салыпты. Жақын келіп үңілгенде анамыз бұл жігіттің ұл екенін таныпты. Жылайдана етегі жасқа толып, тағдырдың тәлкегіне қапа болып, сұм соғыстарда бұл осмай еді, қарағым қалдың ау дейін көктей солып. Егіліп жігіт отыр ол арбада, тағдырдың салғанына амал бар ма? Бомбаның жарықшығы екі аяғын жұлып түсіп күнген екен қалың қарға. Өліммен арпаласып күйіп жанып, орманда қала берді естен танып. Сол маңға отын тере келген бала сүйрелеп оны үйге кеткен алып. Бір жыл бойы госпиталда емделіпті, пендеге құсап енді жөнделіпті. Біреуге масыл болмай өлейін деп осында қалуын ол жөн көріпті. Жеңістің хабары да жақын қалып, ақылын айтты досы іздеп барып. Анаңды еш болмаса ойлағын қайтуға көндіріпті барын салып. Осын айтып еңіреп мұңын шақты, сорғалап аққан жасы бетін жапты. Баласын жерге тастар ана барма, жұбатып арқасынан оның қақты. Көргенде жан түршігер мұндай жайтты, жиналған жұрт ескеріп басу айтты. Алға басқа баратын бір арбамен сорлана ұлын алып үйге қайтты. Бұл хабар ауылға да жеткен еді, біраз әзіл ертерек кеткен еді. Жыр қылып шымғаладан көргендерін
келіні анамыздың қатты састы. Күйзелді, еріп беріп көзге жасты. Күдер үзіп жарынан соңғы жылы көңілдес боп біреумен қара басты. Албырт жаста кінәлап боламай енді. Қара қағаз келді, соған сенді. Шыдамай ұяттың күйгіне, қашыпты төркініне тастап елді. Сұм соғыс осылайша ылаң салды. Бір шаңырақ шайқалып қараң қалды. Басына түспеген соң кім түсінер қайғыны өшкенмен талай жанды. Боздақтары құрбан болып қыршын кетті. Сарлы үн тұрған жоқ па әлі жетті. Ұлы жеңіс алауын жаққандарға құрмет деп бас иік тағзым етті.